Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Мен сізді Тарсия әдісімен таныстыратын боламын. Ол үшін Google-ге Тарсия Микке деп жазасыз. Бірінші шыққан Тарсия Миккенің ішіне кіресіз. Бұл жерде жоғары жақта бізде фигуралар берілген. Бұл фигураларда сіз бірінші фигурада 9 сұраққа дейін, екінші фигурада 11, үшінші фигурада 18, төртінші фигурада 30 сұраққа дейін қамти аласыз. Яғни бұл жерде бірінші және екінші фигура бұл бастауыш сыныптың жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Үшінші және төртінші фигура жоғары сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Енді сіз бұл жерде мысалы бастауыш сыныпқа бір тапсырма жасап көрейік. Берілген бірінші бағанға сұрақтарын, екінші бағанға жауаптарын жазасыз. Қарапайым біз көбінде оқушыларға апта күндерін жаттатқызамыз. Сол апта күндерін жаттатқанда бірінші күн дүйсенбі деп үйретеміз, дүйсенбі. Алайда бұны бір дағдылы түрде бұл тапсырманы балаларға жасатпасаңыз, олар алғашқы кезде ұмытып қалып жатады. Сондықтан осы тапсырманың көмегі көп тиеді. Бұл қандай да бір барлық пәндер үшін ыңғайлы, математика болсын, қазақ тілі болсын, әдебиет болсын. Бірінші бағанына сұрағыңызды жазасыз, екінші бағанына жауабыңызды жазасыз. Екінші күн сейсенбі, үшінші күн сәрсенбі, төртінші күн ол бізде бейсенбі, бесінші күн жұма, алтыншы күн сенбі, жетінші күн жексенбі, жеті күн. Ол жеті күн бізде бір апта, жеті күн. Міне осылай бірінші баған сұрақпен, екінші бағанды жауаппен толтырып аламыз. Бірінші күн дүйсенбі, екінші күн сейсенбі, үшінші күн сәрсенбі, төртінші күн бейсенбі, бесінші күн жұма, алтыншы күн сенбі, жетінші күн жексенбі, жеті күн бір апта, жеті күн. Енді біз бұны қағазға шығару үшін компьютерімізге сақтап аламыз. Ол үшін экспорт PDF-ті басасыз, міне сізге дайын күйінде ұсынады. Қарап тұрсаңыздар, жауаптарын міне сәйкестендіріп үшбұрыштық бізге дайын жасап берді. Сіз оқушыға ұсынар алдында мына үшбұрыштарды қиып тастайсыз. Балалар осыларды бір-бірімен байланыстыру керек. Бұл балалардың бір логикалық ойлауына бір үлкен әсер ететін бір әдістің бірі. Сондықтан бұны күнделікті тапсырма жасауда қолдансаңыз болады. Екіншіден, бұл сіздің уақытыңыздың үнемді пайдалануыңызға әсер етеді. Яғни, мұны жасауда сізде ары кетсе бір 5 минуттық уақытыңызды алады. Ең бастысы компьютеріңіз интернетке қосулы болса болды. Онлайн Тарсия Микке деп жазасыз да, сол жерде тапсырмаңызды жасап аласыз. Енді бұны біз өз қамыжымызда қалай көрсетеміз? Яғни, біз бұны қырқып аламыз. Мынаны қырқып алайық. Міне. Создать дейміз да. Мұнда қырқып аламыз. Копировать. Енді өзімнің қамыжыма барайын. Мына жерде мен дүниетану сабағында сабақты бекітуде қолданған болатынмын. Міне Тарсия әдісі берілген үшбұрыштарды дұрыс құрастырады. Бұл жерде мен көп бұрышты алғам. Міне үшбұрышты осы жерге міне орналастыра саласыз. Үшбұрыштарды дұрыс орналастырады. Оқушылардың іс-әрекеті бұл. Енді әр жауапқа бір ұпай.
егер сізге ұнаған болса комментарийға жазып өтіңіз. Рахмет.